Assalamualaikum dostlar. Bu zerretin Brawl Stars oynayacağım bulamız. Короче, bizde Brawl Stars alışkan dostlar. Вот бұрыннан да қалдар болмаған достар, қазір новинкадан шығып кеткен. Осындай қалдар содан кейін осындай Каража Подарков деген бар. Сондай да тағы шығыпты. Түрлі-түрлілер шығып жатыр что-то достар. Бірақ бойцаға Энгурт деген адамдар шығарады деп айтқан, бірақ әлі шығармаған ғой. Вот, мынада бізде подарктар жинауға болады. Достар, бізде бар ғой, осы Brawl Stars обновление етілген. Осыған қарсы магазинда, вот. Бізде новинкадан осындай адамдар шыққан екен. Бұрынғы Brawl Stars сияқты. Меніңше. Міне достар, 19 күні бізге осы 950 кристалл тегін беріледі достар. Содан кейін Энгурт түсетін болады. Энгуртты 19 күні 19 күні Энгуртты рекламаға алуға болады екен достар. Тағы да мега ящиктан рекламаға 20 мега ящик рекламаға 90 большой ящик болса фига тоже достар. Тағы да енді біз достар, сондай адамдар бізге түсетін болады. Жай адамдар емес негізінде. Олар өте мықты адамдар деп естігем. Достар, мен өзім оны былай көрген жоқпын, бірақ ол шынымен шығады достар. Шығаратын болды, оны 19 күні бағана бізде Brawl Stars істемей қалған. Демесеңіздер көрсетейін. Вот ойыннан да шығайық. Достар, ойыннан шығады. Вот достар, план маркасына кіреміз. Күндегілі Brawl Stars істемейді туралы істейміздер. Brawl Stars. Міне бізде обновить деп тұру керек. А біз оны болса ашып тастағанбыз. Істеп тастағанбыз достар. Енді сіздер соны обновить етіп, өздеріңізге істей бересіздер. Өздеріңіз достарыңыз енді. Содан кейін қайтадан осы Brawl Stars осылай өзгереді екен достар. Бұрынғы Brawl Stars сияқты. Қазіргімен жалғасады достар. Енді бізде бұнда Энгурттан кейін тағы да бір басқа адам түседі екен. Достар, ол адамның аты ұмытқанмын. Бірақ біздің Brawl Stars емес, Brawl Talk басқа екен. Talk. Бұл жаңа жылға қарсы ғана солай достар. Ал жаңа жылда уже бұл кететін болады. Жаңа жылда бұның барлығын алып тастайды деген ойдамын енді. Алып тастайтын шығар екен. Жаңа жылға қарсы ғана ғой бұл. Достар, алдыңғы күндерде де бұлар обновить етіледі, өйткені бұларға көп уақыт керек қой. Олар содан кейін бұнда Энгурт шығару керек соларға қарсы. Антон деген бір адам. Достар, енді солай адамдар шығарып Энгурт шығарады екен. Энгурт содан кейін тағы да Толк деген адам ба, сондай бір адам бар. Ол Толк деген адам мықты деп естігем негізінде. Өйткені ютубта видео бар. Сол ютубтағы видеоны қарасаңыздар, сонда барлығы болады достар. Ол видеода күшті достар, оны обязательно көріңіздер. Мен бірінші видеомды түсірген. Сол видеода барлық қызықты достар. Ол видео ұнайып, мен сенімдім достар сіздерге. Өйткені ондағы барлығы мықты-мықтылар видеолар достар. Сіздерге лайк басып, подписаться етіп тұрғандарыңызға өте қатты рахмет достар. Осыны қонағайымыз.
Енді біз Вольфпен командаларында қалдық. Вот. Бізде Brawl Stars обновить етілген достар. Сол Brawl Stars обновить етілгеніне қарсы неге солай обновить етілді десеңіздер, ол осы играда олар бір сағатта ойнатқызбаған болатын бізде. Бір сағатта бізде жауып болатын. Ровно 2-де бір сағат жауып болатын. Түспейдің. Сол кезде мен Brawl Starsқа кірген кезде менде Brawl Stars'та қайтым өді. Brawl Stars'та заработатын адамдары осыларды өзгерткен болатын. Brawl Stars жаңа қарай содан кейін бізде Фрэнктің да скиндер тұратын болады жақында. Алдыңғы бөлімдерде Фрэнктің да скиндер шығарып деп естігем. Фрэнктің да скиндерін көп шығады негізінде. Фрэнк ол мықты персонаж ғой. Фрэнкте скинда ол елка ұстап тұрады екен, достар. Елка ұстап тұрады да өзі бетіне бірнеге киіп достар. Ана екеуі де бүгін шыққан. Ана что-то, достар. Солар өте мықты деймін. Ол персонаждарды мен әлі достар олар Brawl Stars'қа шыққан жоқ. Осы 2 күн қатарында уже Brawl Stars тағы да обновить етілетін болады, достар. Неге деп айтып сұрасаңыздар, ол сұраудың да қажет жоқ. Оны біліп тұр барлық адам. Өйткені оны қайтадан обновить етіледі. Солай істеп қайтадан бізге, достар. Тағы да 1 сағатқа жауып тастайды. Өйткені 1 сағатта олар Brawl Stars'ты мүмкін 1 сағат, мүмкін 2 сағат. Білмеймін енді қанша сағат екен. Бірақ обновить етілді. Қайтадан солай істеп достар. Бізге персонаждар кіреді. Новенькадан, достар. Енді новенькадан персонаждар келіп қуаныштар деген ойдам. Достар, алдың енді көрмеген шығарсыздар, достар. Мен видеомды, сол видеома лайк басып достар. Енді о видеода мен енді сау болыңыздар, достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеодан соң лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Комментарияға жазып кетіңіздер. Энгіт қандай адам екенін, Энгіт қалай жұмыс істейді ол. Соң комментарияға жазып лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар, ауырмай жүріңіздер.